Бүгінгі тест талдауымызды бастайық. Енді алдыңғы сабақта, яғни кеше біз химиялық элементтердің периодтық жүйесін қарастырған болатынбыз. Енді бүгін соған байланысты кішігірім есептерді бірге талқылап өтейік. Енді жалпы оқушылардың сұрауынша, қазір ең бірінші бір есепті шығарайық. Есептерде олар соңғы жақта тұр. Сол есептерді шығарайық. Міне мысалға соңғы есептің бірі, ол кремний N AgN плюс 2, силициум N AgN плюс 2. Міне осы есеп. Енді бізге есеп не деп тұр? Кремний мен сутектің массаларының қатынасы 10,5-ке тең. Енді біз массалардың қатынасын өткен болатынбыз, яғни масса кремний бөлінген масса сутегі осы қосылыста бізде 10,5-ке тең болып тұр, Енді 10,5-тің 1-ге қатынасы деген сияқты ғой. Енді 10,5 болып тұр. Онда жалпы қарайық. Қанша кремний бар бұл жерде? Кремнийден қанша атом бар? Кремнийден міне жазылып тұр N, индекс N ғой. Сонда жалпы массасы 28 N болады. Ол бізде кремнийміз. Ал енді сутектен қанша бар? Осы қосылыста 2N плюс 2 бар, Демек 2N плюс 2-ні біз не істейміз? 1-ге көбейтеміз. Енді 1-ге көбейткенмен ештеңе өзгермейді, сутектің молярлық массасы. Тең 10,5. Болды. Міне осы жерде есебіміз шықты дей берсек болады. Енді ары қарай тек қана көбейтеміз, осы пропорцияны шығарамыз. Сонда қалай шығады? 28N тең болады. 10,5-ті төменгі бөліміне көбейтеміз, Сонда 21N плюс 21 болады екен. Сонда N-дарды бір жаққа жинаймыз. 28N минус 21N, яғни 7N тең болады бізде 21-ге. Сонда N-іміз тең нешеге? 3-ке тең болады екен. Болды. Ешқандай қиын есеп емес, құрметті оқушылар, түсінікті ме? Массалық қатынасты өттік қой? Өттік, Бұл тура сол. Ешқандай қиындық жоқ. Ең бастысы ол есепті түсіну, ары қарай сол есеп бойынша әрекет жасау, яғни есеп шығару. Ал тағы қандай сұрақтарым бар? Жалпы сұрақтар бар екен. Сондықтан микрофон қосып, бір-бірден сұрақтарды қоя қойыңдар. 21 қайдан? Саламатсыңдар. Рахмет ағай. 15 қайдан шықты? 15 есептің берілгенде тұр ғой. Силициумды ашқа бөлгенде 15 шығады дегені ма? Міне кремний мен сутектің массаларының қатынасы дейді. Яғни кремнийдің массасын сутектің массасына, енді қатынас деген бөлу ғой енді. Бөлсең сенде 10,5 шығады. Міне осы жерден шықты. Енді келесі сұрақ 21N деген қайдан шықты дейді. Математикада біз мына теңдігін шығарған кезде 10,5-ті не істейміз? Бөліміне апарып көбейтеміз. Кезек-кезек. Бірінші 2N-ге көбейтеміз, сонда 21N шығады. Ары қарай санына көбейтеміз, сонда 21 шығады. Түсінікті ғой, Тағы қандай сұрақтарың бар? Ағай, түсінікті. Сұрақ жоқ ағай. Түсінікті. Жақсы. Түсінікті болса болды. Онда ары қарай шығара берейік, Жақсы. Онда келесі. Енді ары қарай мынау есептерін жалғастыра берейік, басына қарай жүгірмей қойып. Келесі бізде есеп белгісіз X қосылысында 29,4% ванадий, 9,2% оттек және 63,4% хлор бар дейді. Сонда X заттың формуласы. Енді бізге формула анықтау керек. Онда бұл енді бірінші сабақта өткенбіз. Ванадий X, оттегі Y, хлор Z деп осы X-тің Y-ке, оның Z-ге қатынасын анықтаймыз. Енді бірінші сабақ бойынша X дегеніміз ол бізде ванадийдің индексі. Демек, ванадийдің массалық үлесін, яғни 29,4-ті бөлеміз оны молярлық массасына. Ванадийдің бізде молярлық массасы 51, периодтық кестеде қарасаңыздар 51. Келесі бізде ол Y. Y ол бізде міне оттектің индексі.
Демек, оттектің пайызын бөлеміз оттектің атомдық массасына. Қатынас. Келесі. Бізде енді Z деген индексті анықтаймыз, ол бізде хлор. Демек, хлордың пайызын, яғни массалық үлесін бөлеміз, оның малярлық массасын. Болды, енді ары қарай есептейміз, бұл жақта. Сонда 29,4-ті бөлеміз 51-ге. Жазайық. X-іміз 0,57 шықты. 58 деп алсақ болады, 58 қатынас. 9,2-ні бөлеміз 16-ға. Бұнда да 0,58 қатынас, және соңғысы 63,4-ті бөлеміз 35,5-ке. Бұнда бізде 1,78. Енді арасында ең кішкентай кім? Ол бізде 0,58. Енді барлығын соған бөлеміз онда. 0,58. Сонда 1-дің 1-ге, ал оның 3-ке қатынасы шығады екен. Бұл жерде. 1, 1, 3. Сонда формуламыз біздің ванадий, О, хлор 3 екен. Яғни бұл жерде енді С жауабы бізге келіп тұр. Осы С жауабын белгілейміз. Құрметті оқушылар, осы жерде сұрақтарың бар ма? Ең соңғы есеп қалып қойды, ол ең соңына қалды. Түсінікті ғой, барлығында шықты деп ойлаймын. Қарапайым массалық үлес арқылы формуланы анықтау. Егер бұл тақырып түсініксіз болса, онда бірінші сабақты қарап шығамыз. Сұрақ бар сияқты. Сұрақтарды қоя қойыңдар. Түсінікті. Түсінікті. Ой, құрметті оқушылар, кішкене сабырлық танытыңдарсайшы. Осы есеп бойынша сұрақ бар ма деп сұрап жатырмын. Басқа есептерге әлі ораламыз, әлі жетеміз оларға. Келесі, феррум NO3N құрамында темірдің массалық үлесі 31,1% болса, N-ді табыңыз дейді. Енді бұл алдыңғы есептерге ұқсайды. Жалпы бұнда есепте ең бірінші не істеуші едік? Енді массалық үлесін тап десе мысалға, темірдің. Біз ең бірінші нені анықтаушы едік? Ең бірінші малярлық массасын анықтаймыз, МР-ны анықтаймыз. МР осы қосылыс. Феррум NO3N деген қосылысының формуласын анықтаймыз. Енді темір бізде 56 плюс. Мына жақта жақшаның ішінде бізде бір азот бар, 14, 3 оттегі бар, 48. Және сыртында не бар? N бар, Сонда малярлық массасы есептейтін болсақ, бұл жерде 56 плюс 14-ке 48-ді қосамыз 62, оны N-ге көбейтеміз, 62 N болып қалады. Малярлық массасы. Енді ары қарай енді біз темірдің массалық үлесін есептейміз, омега феррум. Енді жалпы темір атомы бұл жақта бізде біреу ғана. Біреу. Сонда 56, 56-ны бөлеміз қаншаға? МР-ге, 56 плюс 62 N-ге. Сонда бұл нешеге тең болу керек бізде? 31,1-дің 100-11-дің сандық өлшемін аламыз, 0,31,11. Болды, енді ары қарай есептейміз. 0,31,11-ді бөліміне көбейтеміз. Сонда 56 тең 0,31,11. Жақта 56 плюс 62 N-іміз қалып қояды. Сонда 56 тең 0,31,11-ді көбейтеміз 56-ға. 17,4 плюс 62-ні көбейтеміз 0,31,11-ге. 19,3. Сонда N-ді бір жаққа, сандарды екінші бір жаққа жинаймыз. 19-да 3N бізде тең болады. 56-дан азайтамыз 17,4-ті. 38-де 6. Сонда N-іміз бұл жерде нешеге тең болады екен? 2-ге. Сонда формула жаңағы темірдің 2 валентті нитраты деген сөз ғой. Феррум NO3 2 еселенген. Демек бұл жерде енді Б жауабы дұрыс болады екен. Бұны басқаша да шығарсақ болады. Ал құрметті оқушылар, осы есеп түсінікті болды ма? Қандай сұрақтарың бар осы жерде?
Жақсы, түсінікті. Онда келесі ары қарай есептерге көше берейік. Келесі натрий тиосульфатының пентагидрат құрамында күкірттің массалық үлесін табыңыз. Енді бұл қарапайым есеп. Ең бірінші біз МР-ны анықтаймыз, тура солай. Натрий 2, S2O3 көбейтілген 5А2O-ның біз МР-ын анықтаймыз. Кеттік, натрийдан бізде 2, демек 46, 2 күкірт 64, 3 оттегі 48, қосылған 5 көбейтілген 18, бұл бізде су. Сонда жалпы есептеп шығайық, 46-ға 64, оған 48 және қосамыз 90. Жалпы молярлық массасы, салыстырмалы, молекулалық массасы 248. Енді осының құрамында күкірттің массалық үлесі дейік. Енді күкірттің индексін біз көріп тұрмыз, міне, 2-е. Сонда 2-ні 32-ге көбейтеміз және бөлеміз 248-ге. Және пайыздық мән табу үшін 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде жауабымыз 25,8% шығады екен. Яғни А жауабы. Yani 25,8. Жақсы, келесі. Еквалентті металл оксидіндегі металдың массалық үлесі 60% болса, белгісіз металл дейді. Енді бұл есеп шығарып бедік. Шығарған сияқтымыз, металл О. Енді еквалентті болса, онда біз білеміз, валенттіліктері индексік болып түседі. Металл 2O2 деп, бірақ олар соңында қысқарып кетеді. Формула металл О болып қала береді. Енді осындағы металлымыз бізде 40% дейді. Металлымыз 60%, кешірмедім. Металл 60% болса, онда әрине оттегі қалған 40%. Екеуі қосылған кезде бізде 100% зат шығу керек, Осылай шықты. Енді келесі. Оттегі бізде біреу ғана екен көріп тұрмыз, бір ғана атом. Яғни бұл 16 бізде, 16. Ал металлды біз білмейміз, X. Болды, осы жерден не? Пропорцияны шығарамыз. Сонда X тең 60-ты 16-ға көбейтіп 40-ға бөлеміз. Сонда бізде 24 деген сан шығады екен. Яғни 24 ол бізде магнийдің салыстырмалы атомдық массасы. Осылай қарапайым шығатын есеп. Құрметті оқушылар, осы есеп түсінікті ме? Жақсы, сұрақтарым болса бірден қойыңдар, ұялмай ешкімнен. Сұрақ қойғаның үшін бұл жерде ешкім ұрыспайды, ешкім баға қоймайды, білмейді екенсің деп. Сондықтан сұрақтарыңды қойыңдар. Жақсы, бәрі түсінікті сияқты. Онда ары қарай шығара берейік. Енді келесі ары қарай сілтілік металдарға тән қасиет дейді. Енді сілтілік металдар бізде қай жерде орналасқан, құрметті оқушылар? Периодтық жүйеде. Так, Айдана қай есеп? — 17,4, 19,3 дейді. Так, оны міне мына жақта Айдана қара. Мынау 0,31,11-ді, міне көкпен жазылған тұр ғой. 0,31,11-ді. Енді математикалық өрнек шешеміз ғой бұл жерде, теңдеу сияқты, Біз не істейміз? Бөліміне көбейтеміз. Бөлімінде кім тұр? 56 плюс 62. Міне мына жақта оны ашып жазын. Яғни 0,31,11-ді бірінші 56-ға көбейтесің. Сонда 17,4 шықты. Ары қарай 62-ге өтесің. Сонда 19-да 3n шығады. Болды. Осы жерде. Енді сілтілік металдарға оралайық онда. Сілтілік металдар бірінші атопта орналасқан, литий, натрий, калий, рубидий, цезий және франций деген металдар осы бірінші атопта орналасқан. Енді бұлар жалпы кез келген бізде металл тоқ өткізеді. Сондықтан бұл қате, тоқ өткізеді. Сары түсті дейді, жоқ, бұлар күмістей қандай? Ақ түсті, күміс сияқты ақ түсті, жалпы көп металдар сондай. Келесі, бұлар жылу өткізеді, кез келген металл жылу өткізеді, біз оны білеміз.
су астында сақтайды дейді. Ал құрметті оқушылар, бұларды су астында сақтай ма не? Натрий, су астында сақтамақ түгіл, оны суға битіп бір капля тиіп кететін болса, онда ол не істейді? Реакцияға түсіп кетеді. Натрий гидроксиді мен сутегі газы. Бұлар өте тез реакцияға түсіп кетеді, иә? Белсенді. Иә, су бетінде жаңағы атқылап жүреді, егер суға лақтырсаңдар. Ол су астында сақтамайды, бұл наоборот, сумен тез реакцияға түсіп кетеді. Сонда бұлар қандай болады екен? Бұны су астында емес, жалпы керосиннің астында сақтайды деп келген шығар. Керосин астында сақтайды, иә? Нағыз сақтайтын жері сол. Керосин астында, иә? Түсінікті ғой, жазып қойыңыздар. Иә, және бұлар жеңіл балқиды. Жеңіл балқиды, дұрыс айтасыңдар. Енді бұлар аниондар деген өтірік, енді тотықтырғыштар дегенге келісеміз бе? Жоқ, келіспейміз, иә? Бұлар тотықтырғыштар емес, бұлар тотықсыздандырғыштар, иә? ТСШ былай айтқанда, тотықсыздандырғыштар. Енді бұның барлығын алдағы уақытта өтеміз. Жалпы барлық металдар дерлік бізде тотықсыздандырғыштар екен. Тотықтырғыштар олар бізде не? Бейметалдар, иә? Көбінесе бейметалдар. Жақсы, сонда енді бұл жерде екі қана дұрыс жауап болады екен. Олар жеңіл балқиды және күмістей ақ түсті. Келесі, корунд, рубин және сапфирдің құрамы дейді. Ал құрметті оқушылар, бұл жерде бізде қандай қосылыс? Корунд, рубин және сапфир дейді. Иә, бәрекелді. Әрине алюминий оксиді, иә? Алюминий 2, O3. Осы бізде корунд, рубин, сапфирдің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Алюминийдің оксиді. Жақсы. Келесі. Ары қарай. Ауадағы жеміс ағаштарын тотияйын немесе мыс эквивалентті хлорогидроксидімен өңдейді дейді. Қоршаған ортаға аз залал келтіретін қосылыс және оның құрамындағы мыстың массалық үлесі дейді. Ал енді бұл жақта бізде жалпы бұл сұрақты талдаған болатынбыз, иә? Енді кімнің есінде бар? Ол әрине бізде аз залал келтіретін, ол бізде мыс сульфатының пентагидраты, немесе мыс купрысы, иә? Тотияйын деп аталады. Енді осының құрамындағы бізде не керек? Мыстың массалық үлесі. Ең бірінші онда МР-ны есептейміз. Купр мысы 5 А2O. Тұзымыз 160, мынауымыз 90, жалпы 250-ге тең. Енді осының құрамында мыс бізде біреу ғана, сондықтан 64-ті 250-ге бөлеміз және 100%-ға көбейтеді екенбіз. Сонда бұл жерде бізде 25,6% шығады екен. Болды, F жауабы. Екі дұрыс жауап, Е және F. Бәрекелді. Осылай жауаптарын жазып отырыңыздар, егер шығарған болсаңыздар, мен қарап отырайын. Келесі ары қарай күкірттің табиғатта кездесетін металдары, минералдары дейді, Енді күкірт жалпы біз білетін қандай қосылыстар бар? Енді ол әрине ең бірінші көп кездесетін ол, дұрыс айтасыңдар, пирит, темірмен қосылысы қандай? Феррум S2 деген формуласы, бұл бізде пирит деп аталады екен. Ары қарай, тағы да бұнда қандай нелер бар? Так, сильвинит, калинит, галит бұлар жатпайды. Енді сіздерге бір тапсырма берген болатын. Қандай? Жалпы бұлардың барлығын жазып алыңыздар деп, Осы халькопирит дегеніміз не деген сияқты. Енді қараңыздар. Бұл жақта пиритке ұқсас тағы да халькопирит деген бар. Енді халько деген сөз, енді оның құрамында тағы да бізде не бар? Мыс бар деген сөз. Жалпы формуласы халькопириттің бізде купрум, феррум S2 болады екен, құрметті оқушылар. Және одан бөлек дұрыс айтасыңдар мирабилит. Енді мирабилиттің құрамында не бар? Мирабилиттің құрамы қандай? Бәрекелді. Натрий бар, Яғни бұл қараңдар, бұл бізде кристаллогидрат мирабилит деген. Ол бізде натрий сульфатының декагидраты, яғни 10 молекулы бізде су бар. Осы бізде мирабилит. Немесе басқаша атауы бізде қандай?
Глауберт тұзы деп аталады. Міне осы қосылыс жаңағы күкірттің осы үш қосылыс бар екен, бізде құрамында күкірті бар, е? Натрий бар. Жақсы. Міне осы үш дұрыс жауап. Бәрекелді. Ары қарай. Айнымалы валенттілік көрсететін элементтер дейді. Онда кімді таңдаймыз? Кім бізде айнымалы валентті? Деген сұраққа жауап берейік. Әрине ол қалайы, марганец, және болды ғой деймін, осы екеу ғана. Осы екеу ғана. Енді марганец жалпы бізде оның валенттіліктері өте көп. Марганец О деген бар, марганец О2 деген бар. Мынау қара түсті тұнба, бұл катализатор ретінде қолданады көбінесе. Катализатор есебінде, және енді бұл перманганаттың құрамында бар, калий марганец О4. Бұл калий манганаттың құрамында бар, калий 2 марганец О4. Яғни валенттіліктері әртүрлі. 2 болу мүмкін, 4 болу мүмкін. Мына жақта 7 валентті болу мүмкін тіпті, және 6 валентті болу мүмкін. Міне осындай валенттіліктер көп. Ал енді қалайының біз білетін 2 түрлі валенттілігі бар, ол 2 валентті, және саным О2-де бізде ол 4 валентті бола алады екен. Жақсы. Ары қарай. Бром, күкірт және хлор бейметалдардың түстері агрегаттық күйі. Енді бромнан бассайық. Бром бізде жалпы жалғыз сұйық бейметал. Осы бром ғана сұйық бізде. Сұйық, бірақ енді оның түсі қандай? Оның түсі ақ емес, бірден алып тастаймыз. Ол бізде қызыл қоңыр түсті сұйық зат, міне бром. Жалғыз сұйық бейметалы осы. Бұны білесіңдер, жаңағы органикалық химияда қандықпаған көмірсутектердің сапалық реакциясы болып табылады. Келесі күкірт. Енді күкірт ол сары түсті, қатты, енді ұнтақ тәріздес зат. Күкіртіміз. Бұл бізде күкірт. Бұл бізде бром. Ал енді хлор бізде сары жасыл түсті, улы газ болып табылады. Яғни бұл жауабы осы хлорға сәйкес келеді. Енді хлор 2 болады, Міне осындай біз агрегаттық күйлерін және түрлерін білуіміз керек екен. Жақсы, келесі. Темірдің құймасы дейді. Енді темірдің бізде жалпы көп қолданатын 2 құймасы бар. Ол әрине сіздер білесіздер, олар болат және шойын. Д және Ж жауаптары бізде осы жерде дұрыс екен. Жақсы, ары қарай. Темірдің валенттілігі, жалпы темір бізде айнымалы валентті, ол бізде 2 түрлі валенттілік көрсетеді. Ол 2 валентті және 3 валентті қосылыстар. Мысалға, феррум О және феррум 2 О3. Сонда 2 және 3 валентті қосылыстар түзеді екен. Ал енді құрметті оқушылар, сіздерге сұрақ, мынау феррум 3 О4 деген бар ғой. Осының бізде құрамындағы темірдің валенттілігі қанша болады? Так. 4 валентті ма? Оттегі ше? Оттегі неше валентті? Енді қараңыздар. Мына жақта ешқандай қиындық жоқ. Феррум 3 О4 деген ол 2 оксидтің қосындысы. Яғни феррум О мен феррум 2 О3-тің қоспасы былай айтқанда. Сонда феррум 2 бір қосылады, 3 шығады. 3 оттекпен 1 оттек қосылады, 4 оттек шығады. Сонда бұның құрамындағы темір қандай валентті? 2 мен 3 валентті. Болды. 4 валенттілік ол көрсетпейді. Түсінікті ғой, Міне осы нәрсені есте сақтаңыздар. Бұл 2 оксидінің қоспасы. Өзі 2 оксиді бар дедік қой жаңа. 2 валентті, 3 валентті. Сол екеуінің қоспасы феррум 3 О4. Темір қағы деп аталады. Жалпы мынау темірдің оксидтерін жаттап алыңдар. Қызыл теміртас, магниттік теміртас деп келеді ғой. Соларды жазып алыңыздар. Жақсы, келесі. Еритін немесе сұйық шынылардың формуласы дейді. Енді сұйық шынылардың формуласына бізде қандай қосылыстар? Әрине силикаттар жатады.
Қандай силикаттар? Сілтілік металдардың силикаттары. Яғни бұған бізге натрийдің силикаты және калийдің силикаттары бізде осы шынылардың формуласына кіреді екен, силикаттар. Жақсы. Келесі, күкірттің периодтық жүйедегі орны. Енді периодтық кесені ашық қарап қалсақ, ол бізде 6-шы топта тұр екен. 6-шы топ, яғни С жауабы. Нешінші период? 3-ші период, 3-ші период, 6-шы топ. Және одан бөлек бұл бізде қандай топшада орналасқан? Негізгі ма, қосымша ма? Бұл бізде негізгі топша, ал негізгі топшаны біз А топша деп айтатын едік, Сонда міне осы 3 жауап дұрыс болады. Енді силикат деген не деген сұрақ келіп жатыр? Силикат деген мынау силициум О3 2- деген ион. Осы бізде силикат деп аталады. Яғни алдында натрий тұрса, натрий 2 силициум О3 болып кетеді, бұл натрий силикат деп аталады. Жақсы, ары қарай. Д элементтері мына заттардың құрамында бар дейді. Енді Д элементтері деген бізде қандай элементтер? Жалпы периодтық кестеде бұлар көрсетіліп тұрады, С элементтер, П элементтер, Д элементтер деп бұлар бізде тұрады. Жалпы Д элемент дегеніміз бізде қосымша топшаның элементі деген сөзді білдіреді екен. Енді солай әзірше қабылдайық, Яғни олар бізде ненің құрамында бар? Дұрыс айтасыңдар. Гемоглобиннің құрамында темір бар. Темірді қарасаңдар, бұл бізде 8-ші топтың Б топшасына орналасқан. Яғни бұны біз Д элемент деп атайды екенбіз. Одан бөлек бізде тағы не бар? Малахит бар, дұрыс айтасыңдар. Малахиттің құрамында не бар, құрметті топшылар? Бізде мыс бар, Малахиттің формуласы қандай еді? Малахит ол бізде мыстың несі? Мыстың гидрокарбонаты, Купрум OH 2 еселенген, Купрум OH 2 еселенген СО3. Мыс гидроксы карбонаты. Міне демек осы қосылыстар бізде болады екен, Жақсы, онда ары қарай. Енді келесі құрамында сутегі жоқ қосылыстар дейді. Енді қай қосылыстың құрамында сутегі жоқ, соны біз белгілеуіміз керек. Кешіңіздер. Бірінші әрине ляпис деген қарандаш деген сөз. Енді бірақ қарандаш дегенде графит деп ойлап қалмаңдар, бұл бізде күміс нитраты, Рахмет. Күміс нитраты. Келесі енді көмірқышқылы біз білеміз, А2CO3 бұл келмейді, көмірқышқылында құрамында бізде сутегі бар. Келесі тұншықтырғыш газ десе, ол бізде жаңағы СО деген газ, тұншықтырғыш газ, бұл иіс газы деп те аталады. Және одан бөлек не? Фосген болады әрине. СО, хлор 2 деген бұл бізде улы газ, фосген деп аталады. Енді фосфин деп отқанымыз бізде PH3 құрамында сутегі бар. Мыс купрусы, купрум С4 5H2O, қайтадан сутек бар. Аммиак селитрасы деген NH4NO3, қайтадан сутегі бар. Су H2O, қайтадан бізде сутегі бар. Сонда А және Е H жауаптары дұрыс. Келесі органогенді элементтер дейді. Енді органогенді элементтерге жалпы біз айтамыз, органикалық заттардың құрамына көп кіретін, көп кездесетін элементтер. Енді оларға негізінен көміртегі, оттегі, сутегі, азот, фосфор, күкірт деген сияқты элементтер бізде жатады екен. Сонда біз мына жақта методом исключения мынаны алып тастаймыз, фтор хлор, мынау инертті газдар керек емес. Мына жақта бізде жаңағы хлор бар, оны да алып тастаймыз. Мына жақта неон бар, керек емес. Мына жақта бізде қайтадан хлор алып тастаймыз, хлор бар. Мына жақта селен, телур, полоний кетіп қалған. Сонда біз G жауабын белгілейміз. Бұнда жалғыз оттегі жоқ,
Тегі жоқ, бірақ қарылған элементтердің барлығы бізде дұрыс берілген. Сондықтан осы жауапты белгілейміз. Тұншықтырғыш газ СО бізде, құрметті оқушылар. Жақсы, ары қарай. Келесі инертті газдар. Инертті газ деп біз 8-ші атомында орналасқан элементтерді жарып айтады екенбіз. Яғни олардың құрамында біз неон, аргон және гелий элементтер жатады екен. Инертті газдар бізде ешқандай басқа да элементтермен әрекеттеспейді. Сондықтан бұлар инертті деп аталады. Келесі кальцийдің минералдары. Кальцийдің минералдары ол әрине ең бірінші очередь актас, көп кездеседі, кальций карбонаты, ол бізде актас деп аталады екен. Ары қарай бұның тағы да құрамына бізге мәрмәр жатады. Мәрмәрдің құрамында бізде не бар? Кальций бар және магний карбонаты бар, негізі. Енді негізгі мәрмәрдің формуласы ол да бізде кальций карбонаты. Одан бөлек ұлутас деген не? Ұлутас. Дұрыс. Одан бөлек қайсысы? Так, мен белгілемей қалды. Дұрыс. Осы үш жауап бізде болады екен. Ұлутас та жатады. Актас, мәрмәр және ұлутас. Осы үш түр жауап. Келесі жалынды күлгін түске бояйтын сілтілік металл және оның қосылыстары дейді. Енді күлгін түске бізде бояйтын калий. Калий күлгін түске бояйды. Сондықтан А жауабын белгілейміз. Енді ас содасы жатпайды. Натрий гидрокарбонаты бұл. Сильвинит дейді. Сильвинит дегеніміз не? Дұрыс, сахар жатады, міндетті түрде. Сахар дегеніміз калийдің карбонаты, калий 2CO3. Ал сильвинит дегеніміз бізде екі тұздың қоспасы, былай айтқанда. Екі тұз. Қандай тұз? Олар бізде натрий хлориді және калий хлориді. Натрий хлор, көбейтілген калий хлор деп осы формуласын жазады, сильвинит. Сонда А, С және Е жауаптары бұл жерде дұрыс болады екен. Жақсы. Келесі. 6-шы атоқша элементтері. Қарапайым оттек, бірден күкірт, одан кейін бізде селен, Аш жауап. Осы үш түр жауап бізде 6-шы топша элементтер. Келесі металдар орналасқан қатарлар дейді. Енді осындай сұрақты жалпы методом исключения жасасақ болады. Мысалға қараңдар. А жауабында бізде йод бар. Енді йод бейметалл, бірден алып тастаймыз. Келесіде бізде хлор бар, фосфор бар. Бұлар да бейметалдар. С жауабы қалайы? Енді бұл жақта барлығы металдар сияқты, С жауабын белгілейміз. С жауабы дұрыс. Ары қарай. Д жауабы. Бұл да келіп тұр, күміс, қалайы, темір, магний, натрий, кальций деп келіп тұр. Так, мына жақта міне бізде көміртек бар, ол бізде бейметалл алып тастаймыз. Рубидий, темір, барий, кальций, натрий, магний. Бұл да келеді, Е жауабы да келіп тұр. Ж жауабында бор бізде бейметалл алып тастаймыз, және мына жақта бізде хлор, фтор, бейметалл бұларды да алып тастаймыз. Сонда С, Д және Е жауаптары бұл жерде дұрыс екен. Дұрыс белгіледік қой, темір металл. Темірдің өзі аты айтып тұр, темір. Темір енді ол бізде металл,
Кальций металл, құрметті оқушылар, бірінші сабақты қарамадыңыздар ма? Бірінші А тобы, екінші А тобы, үшінші А тобы бізде барлығы не деп аталады? Мынау сілтілік металдар, сілтілік металдар. Мынау сілтілік жер металдар деп аталады. Үшінші А тобы жер металдар деп аталады. Осылардың барлығы не деп айттық? Металдар деп айтқан болатынбыз. Және қандай элементтер жатады, оның барлығында айтқан болатынбыз. Жақсы. Келесі, алюминийдің табиғатта кездесетін қосылыстары дейді. Ал алюминий қандай қосылыстар бар? Ал ең бірінші дала шпаты дейді. Дала шпатының формуласы қандай бізде, құрметті оқушылар? Енді бұның жалпы құрамы өте күрделі. Енді бұл бізде алюмосиликаттар деп атасақ болады. Дала шпатын алюмосиликаттар деп атасақ болады. Бұның формуласы өте күрделі. Ол әрине алюминийдің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Одан бөлек каолинит деген де жатады. Каолиниттің формуласы қандай? Каолинит бізде ол жаңағы алюминийдің айтқанда силикаттарынан пайда болған қосылыс. Осы бізде каолинит деп аталады. С жауабы, оның құрамында да алюминий. Және соңғысы болды, Ал енді формуласын сұрап жатыр. Енді жалпы алюминий жаңағы каолинитті формуласын бізде алюминий 4 OH 8 деп келтіреді. Енді бұл бізде жаңа көрдіңіздер ғой, стандартты емес формулалар, алюминий гидроксиді десең дей алмайсың деген сияқты, осы аттарды бір рет сіздерге берген. Енді жаңағы дала шпатына оралатын болсақ, енді бұның құрамында заттары өте көп. Бұнда калий бар, алюминий бар, кремний бар, оттек бар. Жақсы, енді бұл формулаларды тағы да сіздерге классрумға салып жіберіп қойын, Енді қарапайым формуласы алюминий оксид, кремний оксид, су деп нетсек болады, бірақ құрамында тағы да калий бар, кальций бар, натрий бар. Негізі осындай формула. Тағы жіберіп қойым, сіздерге қарайсыздар сол. Келесі, бірінші дүниежүзілік соғыста уландырғыш қару ретінде пайдаланған, ол бізде улы газ жаңағы фосген деп аталады, формуласы СО хлор 2. Жаңа біз өткен болатынбыз. Осы бір ғана дұрыс. Келесі, дюралюминнің құрамында алюминиймен бірге кіреді дейді. Енді мына жақта 3М деген металдар кіреді, яғни кім? М марганец, М мыс және М магний, Міне 3М металдары осыған кіреді екен. Кімнің құрамында? Дюралюмин. Дюралюмин бізге тағы да тестілеуде былай кездеседі, яғни ұшақ жасауда деп, ұшақ жасауда қолданылады бұл қосылысымыз, дюралюмин. Енді мына жақта хлор да бар негізі, бірақ енді хлор көбінесе бірінші дүниежүзілік соғыста қолданылды деп айтылады, бірақ енді оның мына жақта бір СО мен связкасы бар, бұл айтқан кезде. Таза хлорды қолданылмаған. Келесі, қолға ұстағанда еритін металдар жалпы бізде екеу, олар цезий және галлий металдары бізде қолға ұстағанда ериді. Яғни бұлардың балқу температуралары адамның температурасымен шамаласы, 36-6 градус Цельсий бойынша. Енді бұл жақта бізде тек қана галлий бар, сондықтан Д жауабын ғана белгілейміз. Енді егер мына жақта тағы да бір цезий деген жауап болса, оны да біз белгілеуді ұмытпауымыз керек. Жақсы, кеттік. Элемент 2O5 типті оксидтер түсетін элементтер. Бірден фосфор, бірден азот. Неге? Себебі 5-ші А топта бұлар орналасқан бізде. Және онымен қоса бізде висмутта 5-ші А тобында орналасқан, сондықтан мына жерде Е жауабында белгілейміз. Жақсы. Келесі, оқ дәрі дайындау үшін қолданылады дейді. Енді бұл жақта қолданылатын өзі біреу ғана, ол бізде калийдің нитраты, жаңағы порох дейді ғой. Порох дайындауда қолданылатын қосылыс осы калийдің нитраты екен. Ары қарай, шыны ыдыста сақтауға болмайтын қышқыл,
бұл да бізде біреу ғана, оның атауы да сондай, H-фтор, фтор сутек қышқылы деп аталады, немесе балқытқыш қышқыл. Балқытқыш. Неге? Себебі шыныны балқытып кетеді. Сондықтан бұны шыны ыдыста сақтамайды екен. Келесі. Гидраттанған сілтілік металдардың иондарына сәйкес түссіз тұздары дейді. Енді бұл сұрақ жалпы көбіне түсініксіз болып көрінген сияқты, бірақ қараңдар. Сілтілік металдар деп тұр. Сілтілік металдар біз білеміз бірінші атопта орналасқан. Онда қараңдар. Біз бірден мынау бірінші жауапты алып тастаймыз, мынау жауапты алып тастаймыз, және мынау жауапты алып тастаймыз. Солай ғой. Енді себебі купрум бізде түссіз жаңағы сілтілік металға жатпайды. Енді келесі ары қарай бізде не деп тұр? Гидраттанған деп тұр. Гидраттанған деген сөз, осы тұзды біз суға салсақ, оның түсі қандай дейді? Түссіз болу керек дейді. Яғни қараңдар, оған бізде ас тұзы жатады, натрий хлориді, одан бөлек калийдің хлориді жатады, және натрийдің сульфаты. Осы үш тұз, біз оны суда ерітетін болсақ, түстері қандай болады? Ешқандай түссіз болады. Яғни гомогенді қоспамыз осы жерде түзіледі. Осы үш тұзымыз бізде дұрыс жауап. Енді калий перманганаттың түсін білесіздер, иә? Күлгін түсті. Күлгін түс, яғни бұлар бізде енді түссіз емес. Ал жаңағы калий 2 хромо 4, яғни калий хроматы, ол бізде қандай түстері, құрметті оқушылар? Ол бізде сары түсті, иә? Ал бізге түссіз керек. Так, мынаны жазып қояйық, мынау сары түсті, мынау күлгін түсті. Ал мынау үшеуі бізде түссіз. Жақсы, ары қарай. Дмитрий Иванович Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық жүйесі жарық көрген жыл дейді. Ал жалпы енді бұл сұрақты өздеріңіз зерттеп қараған шығарсыздар. Иә, дұрыс, ол 1869. Жақсы, енді осымен бүкіл сұрақтарымыз біттік, тек қана соңғы есеп қалды. Соңғы есепті онда шығарайық, иә? Соңғы есеп шығарайық. Ал магний, йод, Y2 құрамындағы Y элементінің массалық үлесі 74/7 дейді. Ал XYO3 құрамындағы X элементінің массалық үлесі 7,7 дейді. Онда Y және X элементтерін анықтаңыз дейді. Енді есеп мынандай күрделі болып көрінгенмен, шын мәнісінде оңай. Ең бастысы бұл жерде жүйені сақтау керек, иә, жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Ең бірінші қараңдар, Y элементінің массалық үлесі 74/7 дейді. Ненің құрамында? Магний Y2-ның құрамында. Онда жазайық. Магний Y2. Бұның құрамында Y-іміз қанша дейді? 74/7%. Онда мына жақта тұрған магнийіміздің бізде массалық үлесі қанша болады, құрметті оқушылар? Иә, 100-ден не істейміз? Азайта саламыз, иә? 25/3 деген пайыз шығады екен. 25/3. Жақсы, онда 25/3 енді магнийдан бізде біреу бар, яғни 1-ді 24-ке көбейтеміз, енді 24-тің өзі шығады ғой. Ал жаңағы Y-тен бізде екеу бар, сондықтан 2Y дейміз бұны. Енді ары қарай пропорция. Сонда 2Y бізде тең болады. 24-ті көбейтеміз, 74-ті 7-ге бөлеміз, 25/3-ке. Сонда бұл жақтағы 2Y-іміз бізде 71 болады екен. Онда Y қанша? 35,5. Яғни Y-іміз бізде қандай элемент екен? Y-іміз бізде хлор. 35,5 болып тұрған. Бұл бізде хлор. Сонда мынау жаңағы бірден А жауабын алып тастаймыз. Фтор емес, бром емес, фтор емес. Онда 2 жауап қалды бізде. Не Б, немесе Д. Жақсы, енді XYO3 деген құрамын енді біз білеміз, жартылай. Яғни X-ті білмейміз, жарайды, бірақ Y-тің хлор екен білеміз. Хлор бізде Y. Сонда X хлор O3. Осының құрамында X элементі қанша дейді? 7,7. X элементі 7,7%. Онда бірінші МР-ны анықтаймыз. X қосылған, хлорымыз 35,5. 4 оттегіміз 48. X қосылған 83/5 дейді. Сонда мына жақта X-тің массалық үлесін анықтаймыз. Яғни X-ті бөлеміз X плюс 83/5-ке. Сонда қанша шыққан? 0,0
0,77, иә? Болды, енді ары қарай шығарамыз. Сонда x тең 0,077. X, мына бөліміне көбейтіп жатырмын, иә? Плюс 0,077-ні енді көбейтеміз 83,5-ке. Сонда 6,43. Сонда x-ларды бір жаққа жинаймыз. 1 минус 0,077x. Сонда 0,923x тең болады 6,43. Сонда x-іміз бұл жерде бізде 7-ге тең болады екен. 7 деген сөз ол бізде литий. Сонда дұрыс жауабы бұл жерде С, хлор және литий. Бұл жауабы дұрыс болады екен. Ал құрметті оқушылар, сұрақтарың бар ма? Жалпы бүгінгі талдау бойынша қандай ұсыныстарың бар? Солардың барлығын айтып өтсеңіздер. Түсінікті ағай. Түсінікті ағай. Так, 0,077 қайдан шықты дейді. Енді мына жақта қараңдар. X элементінің массалық үлесі 7,7% деп тұр. Енді пайызды біз санға айналдыру үшін оны не істейміз? 100-ге бөлеміз. Сонда 0,077 шығады екен. Пайызды санға айналдырған кезде шығады. Бәрін талдап болдық. Ертең сағат 7-де боламын. Бұйырса 7-де болатын шығар, егер маған сабақ қойып тастамаса. Ағай, мына жердегі 6,43 қайдан шықты? 6,43 енді математика. Бөліміне көбейтті ғой. Ағай. Ағай, бір сұрақ. Жаңағы мынау X хлор OH деп тұр ғой. Соны да бірінші сияқты пропорция сияқты шығаруға болмай ма? Болады. Сөйтіп шығаруға да болады. Ағай, алдында айтқан металл дегенде салдыңыз ба? Алдында металл деген жоқ, салған жоқпын. Оны қазір бұйырса енді салам.